Осымен 8-ші рет сыр топырағында өткізіліп отырған велододада республиканың 8 аймағынан және көршілес Өзбекстан Республикасынан барлығы 81 спортшы қатысып, өзара мықты шабандоз анықтауда. Алғашқы жарыс күннің нәтижесінен келетін болсақ, 86 шақырымды құрайтын айналмалы жол бойынша мәре сызығын бірінші, екінші және үшінші болып өзбек спортшылары кесті. Атап айтар болсақ, Фарух Бабашеров, Никита Цветков және Диор Тахиров. Осылайша Азизбек Абдурахимов шәкірттері жалпы командалық есеп бойынша турнир сатысында бірінші орынға жайғасты. Жарыс қожайындарынан үздік нәтижені Аслан Сыйлықбек көрсетті. Сыр бойлық велошабандоз мәреге 7-ші болып келді. 86 шақырымды бағындыру үшін оған 2 сағат 4 минут және 28 секунд қажет болды. Айта кету керек, велобәйге 16 сәуір күні қорытындыланып, үздік нәтиже көрсеткен спортшылар ұлттық құрама сапына еніп, халықаралық жарыстарға қатысу мүмкіндігіне ие болмақ.